Ал сабағымызды бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Жалпы білім жолы. Білім жолы негізі бізге білінбейді, бірақ білім жолынан түскен кезде білінеді. Қайсыларыңыз үнемі бір мешітке барып жүрдіңіздер? Мен оны айтпай ақ қояйыншы, студент болып жүрген кездеріңізді естеріңізде ме? Қазір студент болып жүргенде бір қиын сияқты болып көрінеді сізге. Бір сабақ, үнемі сабақ оқи бересің, жеке өмірің жоқ сияқты. Кейде намаздарында қаза болып кетеді, күнің бойы жаңағы андай стресспен жүресің, мұғалімнен жаңағыдай ойбай МБ алып қалмайын, жоғары балл алайын, грантымнан айырылып қалмайын деген сияқты стресспен жүрген сияқты болып көрінеді. Бірақ та сол студенттік өмірден өткеннен кейін сіздер бір үлкен жауапкершілікті алғандай боласыздар. Яғни сен бітті, енді мамансың, осы мамандығыңды адамдарға жеткізу керексің деген кезде білесің, сен уже білім жолынан түскен кезде қатты қиындау екен ше. Сіздерде де сондай болды ма? Студент кездеріңізде бір ол шақ қиын сияқты болды да, оказывается, одан да қиын ол жұмыстық шақ екен, иә. Ал қазір студент болып жүрсеңіз, ой жоқ, қаяқтың қиын болып жатыр деп, бірақ біліңізші, әр нәрсе өзінің уровеньдерімен өседі. Садикте сізге қиын сияқты болды, бастауыш қиын сияқты болды, үлкен класс қиын сияқты болды, одан кейін студенттік шақ, одан кейін барып өсе бересіздер да. Ал білім жолында да Алла тағаланың қолдап жіберіп отыратын кезеңдері болады да, бірақ оны біз сезбейміз. Мен үнемі лайфхак айтам, ғұмыраға баратын кезде, білім жолына түсетін кезде өзіңізді фотоға немесе видеоға түсіріп алыңыз деп айтам да. Неге? Адамның көзі ешқашан өтірік айтпайды. Ол күліп тұра беруі мүмкін. Мысалы, бетіндегі кемшілігі бар нәрсені жаңағыдай бояу арқылы жауып қоюымыз мүмкін. Денеміздегі кемшілікті киіммен жауып қоюымыз мүмкін, бірақ көз ешқашан алдамайды. Оның мұңайып тұрғаны, оның қуанып тұрғаны, оның барлығы көзінен білініп тұрады да. Сол үшін де сіз өзіңіздің состояниеңізді бір түсіріп алып, одан кейін ғұмырадан қайтатын кезде бір түсіріңізші. Екеуі екі түрлі адам ғой. Кәдімгідей көз жанарларыңыз ашылып, андай әдемі болғандай нұрланып қалады ғой. Және осы Құранға түсетін кезде дәл сондай боласыздар. Басында негативпен келесіздер. Неге? Өйткені шайтан сізді былай да былай азғырады да. Неге? Оның миссиясы сізді білімсіз қылу. Сіз білімсіз болған сайын оған жеңіл болады сізді азғыруға. Сізге Құдайға қарсы шығарып, өзімен бірге тозаққа алып кету оның миссиясы да. Ал білімді адам ондайға өзін апармайды. Ол біледі, мынаның жолы қой, мен оған нетіп қалмайын, ілесіп қалмайын деген сияқты өз-өзін тоқтата алады да. Сол үшін де айтам, енді сіз Құранға түстіңіз, енді мен офлайн келген шәкірттеріме айтам, енді өзіңізді видеоға бірінші түсіріп алыңыз фотоға, кейін Құран оқып біткеннен кейін тағы түсіріңіз деп. Мә, ұстаз, күшті, өздеріңіз прям жасап көріңіздер, кәдімгідей мықты әсері бар. Мен айтам, енді дүниелік ісіңізді сосын байқаңыз деймін да. Қарап жүріңізші дүниелік істеріңізді. Мысалы, кейде бір болады ғой, мысалы, налоговыйдан проблема болады, немесе жаңағыдай бизнесінде проблема болады, немесе бір балаң ауырып жатыр ма. Басында білім алатын кезде сәл сынақтар көбейе бастайды. Алла тағаланың ниетіңді түзеу үшін саған дүниелік бір сынағыңды көбірек қылып береді. Неге? Өйткені сен сол кезде күресесің, иманың мен нәпсің күреседі. Нерде балаң температура етіп тұр, мына жерде ұстаз сенен ертең сабақ сұрайды. Көп адам айтады, балам ауырып тұр, сабаққа қалдырып қойын ба? Мен айтам, қазір жеңілсең болды. Сен жеңілдің, Құран оқу сенің қолыңнан келмейді деймін. Қазір сен жеңсең, балаң да аманда, сенің сабағың да аманда. Құдайға тапсыр, бер, септігін жаса, дәрісін бер, бірақ та миыңмен, бүкіл денеңмен уайымдап, соны адамның қасында отырудың қажеті жоқ дейді. Сол кезде айтады, мә ұстаз, басында кәдімгідей дүниемен сыналдым, кейін өзімен өзі реттеліп кеттім. Дәл сондай біз оған сенбейміз, бірақ сол жолдан өткен адамдар кәдімгідей ол нәрселер доказано. Өйткені сіз Алланың жолына түскен кезде Алла тағалам сіздің дүниелік проблемаңызды шешіп береді деген хадис бар ғой? Бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтірік айта ма? Жоқ, айтпайды. Демек, ол нәрсе шын нәрсе да. Ол нәрсені сіз практика жүзінде ойлап та көрсеңіз болады. Тағы бір хадисте, кім білім талап ету жолын түзесе, яғни біз білім талап ету жолын таңдасақ,
Алла оның жәннатқа алып баратын жолын жеңілдетеді. Ол қалай деп ойлайсыз ғой? Білімді адам өзінің, мысалы, дәрет мәселесінде айтайықшы. Дәрет алайын десеңіз, су жоқ. Деп, уже сізде не ғой, білім жоқ қой, ойлайсыз да, намазымды оқимай отырмын, неге десем, су жоқ. Дейсіз да, қаза етесіз. Бесін кетеді, асыр кетеді, шам кетеді, үйге барғаннан кейін барып оқисыз. Бәрін жинап оқыған ауыр ма? Ауыр. Ұйықтағың келіп тұрады, өзі құптанып, өзін әрең оқисың, шаршап келген кезде. Бірақ та тағы да анау қазалар бар да, оны оқисың да. Ал бірақ та сізде білім болса еді, сіз не істейсіз? Су жоқ болса, таямым алуға болатын еді ғой. Онда таямым алып сіз өз намазыңызды өз уақытында оқуға болатын еді. Ал бірақ біз не істейміз? Білімсіздігіміздің арқасында өзімізге жүкті 2 есе қылып ауырлатып аламыз. Сондықтан жәннаттың жолы жеңілдік деген мәселеде сіз білім арқылы дұрыс амал жасай бастайсыз. Ниетіңізді түзелейсіз, ықыласыңызды түзелейсіз, жалпы намаздағы құлшылығыңыз, Құран оқу керек, зікірді айту керек деп рецебін білесіз ғой, сіз жәннатқа алып баратын. Дәл соны жасаған кезде сіз білім арқылы Алла Тағала сіздің жәннатқа алып баратын жолыңызды жеңілдетеді. Тіпті сізді Алла Тағала солай жеңілдетіп жатыр ғой жәннатқа. Сол кезде періштелер сіздерге құрметін көрсетіп, рахмет қанатын жаяды дейді. Олар жер баспайды сонда. Кәдімгі асфальт баспайды, біз енді материально басып жүрміз ғой, бірақ морально олар сіздерге құрмет көрсеткен үшін мейірім қанатын төсейді екен. Мен сіздерге осыны мысалды айтып берейінші. Өзім 10 жыл бойы Мысырда білім алдым. Ол жақта барғаннан кейін өзім енді орамалды тағып, Алла разылығы үшін деген сөзді бірінші рет біліп барған ғой, дымды білмеймін. Сөйтіп білім жолына барам. Құдай әйтеуір бір адамды білімді қойшы деді ма, білмеймін, бір кішкене капля білім беріп, соған тәкаппарланып жүрміз ғой. Сол жаңағы барған кезде түсінбеймін ғой, жаңағы араб тілін жаттау керек, бәрі мим әріпінен бастала ма, немене мыдан басқа сөз жоқ па деген сияқты басында қызық болмады. Сөйтсем орта келейін едім ғой. Менен үлкен жастары араласатын адамдар, оған өзімді бір лайықсыз санаймын да, үлкен кісілермен қалай сөйлесем деп. Кейін өзіммен жасты қыздар келе бастады да, солармен жүріп білімде жарысу керек қой. Жарысатын едік қой. Мен бүгін мынанша Құран жаттадым, мен бүгін мынаншама сөз жаттадым деп, сонда бір-бірімізге айтатынбыз. Сөйтіп жаңағы тіл үйрендік жаймен, сосын грамматикасын үйрендік, сөйлесуді үйрендік, сонымен Алиасқарға тапсырдық, ол жақта мектебін бітірдік. Солай қабылдамайды да, сен бакалаврға түсу үшін колледж аяқтау керек, колледжге түсу үшін мектеп аяқтау керек, сонда система қойып тастаған. Сонда қиыншылықтар өте көп болды, бірақ қазір өтіп кеткеннен кейін маған бір жеңіл сияқты да, бірақ дүниелік істе вообще проблема болған жоқ. Ойлаңызшы, бір чемоданмен бардық, енді 10 жылдан кейін қайтатын кезде екі бөлме, бір квартирада 2 бөлме, тола зат, 3 холодильник, 3 газымыз бар. Оны қалай жинап алғанымызды білмейміз ғой жаңағы. Солардың барлығын мысалы сатып кеттік та, ойлаймыз, барлығы қайдан келді? Түсінбейміз да. Әйтеуір біреу сыйлап кеткен, немесе өзіміз алған, әйтеуір біреуге бере салған, кейін сатып кеттік та. Сонда аш қалған жоқпыз ғой. Стипендиям жоқ, Қазақстаннан ешқандай болашақ деген бағдарламаны барған жоқсың. Бірақ Алла жеткізеді да, құр қалдырмайды, аш қалдырмайды. Оған мен талай жеткен өзімнің көзімше. Сондықтан да Алланың жолына түссе, Алланың жолына түскен кезде дүниелік проблеманы шешеді деген нәрсе ол 1000% рас нәрсе да. Оған кәдімгідей тәжірибе жасаудың да қажеті жоқ. Рахмет періштелері қанат төсеп тұрған кезде самолеттен қалай түстік, Алланың жолы бітіп қалғандай болды мен үшін. Кәдімгідей болады ғой, бітті, үлкен бір проблема келсе, сен өзің шешесің, өзің жүгіресің, бұрынғыдай чудалар онша көп бола бермейді. Бірақ кейін мына жолды таңдадым да. Айтады ғой, Құран үйренуші бол, немесе Құран үйретуші бол дейді ғой. Ондай болса, сен енді үйрендің ғой, енді мен үйретуші боламын дейді. Сондықтан да осы жолда, үйрету жолында да Алланың чудалары әлі де таусылмайды. Сол үшін де сіздер қазір не үшін келдіңіздер? Гүлвира ұстаздың түрін көрейін деп па? Шли ондай болып келген жоқсыздар ғой. Сіздер білім алу үшін келдіңіздер. Сондықтан сіздер де Алланың разылығы үшін білім жолына шықтыңыздар. Кішкене болсын.
Сондықтан рахмет періштелердің қанатында жүрген, ол түскен кезде сезеді екен, оның үстінде жүргенде сезбейді екен. Енді тағы не деп айтады? Ғалымға бүкіл аспан мен жердегі және де судың ішіндегі және құрлықтағы жаратылыстың барлығы Алладан кешірім сұрайды дейді. Бір-бірімізге тілек тілеген кезде, біздер бір-бірімізге жақсылық тілек тілемейміз ғой, байқайсыздар ма? Туған күн, той деген кезде. Ал енді Сәлима, осы 3 ұлдан кейін бір қыз туып ал енді. Немесе сенде бәрі бар ғой енді, барлығы жақсы, саған бақыт тілеймін, как будто бақыт жоқ қанада. Күйеуің араң екеуің жақсы болып кетсін, анда жараспай жүретіндер ғой. Біз тілек айтқанда бір-бірімізге жоғын іздейміз ғой. Жоғын айтып тілейміз ғой соны. А неге біз барын бағаламаймыз? Енді ойлаңызшы, тіпті сенің жақыныңның өзі, достарыңның өзі сенің жоғыңды тілеп отқан, саған жақсы тілек тілейтін адамды іздеу қиын ғой. Сенің анаң ғана саған жақсы тілек тілер, 5 уақыт намазда, әжең, күйеуің, балаң, жақын ғана олар. Бірақ сәл алыстай берсең, сен адамдардың ниеті қандай екенін білмейсің да. Ал ойлаңызшы, сіз білім жолына түсу арқылы Алла тағалам сондай бір бүкіл періште, бүкіл құрлықтағы анау арыстан, құмырсқаға дейін, судың ішіндегі ана креветкеге дейін бәрі сізге не істейді? Осы құлдың күнәсін кешір деп айтады. Қаншама жаратылыс сіз үшін күйіп пісіп жатыр да ана жақта. Жаман ба? Сіздің эмоцияларыңыз жоқ екен ше сіздердің. Ауыр тақырып айтып отқан сияқтымын ғой. Яғни ойлаңызшы, барлығы сіздер үшін кешірім тілеп тұрады. Періштелер күнә жасамайды, оларда нәпсі деген нәрсе жоқ, олар тек қана бойұсыну оларда. Олардың өздері сіздерге Аллахым бұл пендеңді кешір, Аллахым бұл пендеңді кешір деп сіздерге азаннан кешке дейін айтып отырады. Және айтады, ол ғалым кешірім тілейді. Ғалымның артықшылығы түнде жарқыраған ай сияқты дейді. Мысалы, басқа адамдардың барлығы жұлдыз сияқты болып көрініп тұрса, ал білімді адам ол ай сияқты үлкен дәрежеде тұрады деген сөз. Бірінші көрінеді деген сөз. Ойлаңызшы, кейде бүйтеміз ғой, ана Қағбаның айналасында жүрген кезде бәрі дұға етіп жатады. Осыншама адамның ішінде Алла менің дұғамды естер ме екен деген сияқты ой туындайды ғой. Ойлаңыз, біз де қоғамда жүрген кезде өзімізді байқаса екен деп ойлаймыз. Бізді жақсы жағынан байқаса екен. Мектеп оқып жүрген кезде 30 баланың ішінде мені байқаса екен. Енем жаңағы 5-6 келін ішінде мені байқаса екен, мені жақсы көрсе екен деп тұрасыз да. Енді ойлаңыз, Алланың алдында дәрежеңіз сіздің басқа жұлдыздардың қасында үлкен айдай болып көрінесіз. Ерекше болып көрінесіз. Және дейді, ғалымдар ол пайғамбарлардың мирасқорлары. Олар дүниеде динар, дирхам тастамайды. Олар нені тастайды дейді? Олар білім қалдырады дейді. Мысалы, естіп беріңіздер, Ибрахим алейхиссалам қаншама дүниесі болып, оны тастап кетіпті деген нәрсе естімейміз ғой. Барлығы не айтамыз? Ибрахим алейхиссалам былай деп айтқан екен Құдайға. Ол деген былай істеген екен. Ол даттауы сонда 80 жыл күткен баласын Құдай үшін құрбандыққа шалғысы келген екен деген секілді сондай амалдарын естиміз, иә. Ол деген сөз бізге не болып қалды? Білім, ғибрат болып қалды да. Сол секілді кім білім жолына түседі және ол ғалым болады, ол пайғамбарлардың мирасқоры болады да. Ибн Масуд дейді айтады, адам вообще осы дүниеге келгенде екі нәрсеге тоймайды дейді. Бірі дүние, екіншісі білім дейді. Мысалы, бір туысқандарыңыз бар шығар, біз оларды бүйтіп айтып қоямыз, еще ботаник деп қоямыз ғой. Ана көп білім алған адам еще ботаник деп қоямыз. Біз оны просто түсініп жатқан жоқпыз. Шынайы білімге ғашық болған адам білімді ала бергісі келеді. Мысалы, бір бөлмелі үйің болса, 2 бөлмені қалайсың, квартира болса, жер үйді қалайсың, мына жақта кішкентай ғана машинаң болса, үлкен машинаны қалайсың. Неге? Өйткені біз дүниеге тоймаймыз, уровеніміз өсе береді. Бірақ білімде біз қатты ғашық емес екенбіз. Сол кезде ойлану керек, или мен білімге ғашық боламын, или мен дүниеге ғашық боламын. Былай қарап тұрсаң, кейбір профессорларды қарасаң, мықты ғой ана кісінің білімі ше, андай ғылымдарды ашқан, бірақ әлі квартира жалдап тұрады. Неге? Өйткені ол ғылымға кетіп қалған адам да.
А біреулер болады кәдімгі дүниені жинап алғанда, бірақ әңгімесі бір бала сияқты, бір даналық сөзі жоқ бір адамдар болады да. Ол просто дүниеге кетіп қалған адам. Сол үшін де айтады, білім жолына түскендер ол рахманнан разылық алатындар дейді. Рахман дегеніміз Құдай, Алла тағаладан. Ал дүние жолына түскендер олар қысым жолын алады дейді да. Оларға көбінесе сол дүниемен көп сынала береді. Сол үшін адамдар жаңағындай суицид жасап жатады, жаңағындай өз-өздеріне қол жұмсайды, немесе инфаркт болады, немесе қатты стресс болып, депрессия болып ауырады. Неге? Дүниеден егер де бір қысымшылық көретін болса. Сол үшін де Алла тағала Құран кәрімде иннама яхшаллаху мин ибадихи уляма дейді. Алладан қорқатындар тек қана ғалымдар. Шынымен Құдайдан қорқамын дейсің ба? Сен тозақ үшін қорықпа. Сен Құдайдың маған мейірімі бітіп қалар ма екен, менен бұрылып кете ме екен, маған ашуланып қалар ма екен, мен сол үшін де Алла тағаланы таныйын дұрыстап деп біз не істейміз? Білім аламыз. Ал кәллә иннал инсана ла ятға. Алайда адамдар өзіне қасірет жолын таңдап алады дейді. Ол дүние жолын айтып жатыр. Хадисте былай деп айтады: кім тозақтан босатылғанға қарағысы келсе, ғалымдарға қарасын дейді. Біз айтамыз ғой, тозақ, вообще тозаққа кірмейтін адамдар бар ма? Я, бар екен. Олар кімдер десе, олар білім жолына түскен адамдарды айтады екен. Менің жаным оның қолында болғанға ант етемін. Яғни ол ант етіп жатыр, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла менен. Білім есігін қаққан кезде Алла тағала оған әрбір қадамына, әрбір оқыған әрпіне жақсылық жазады дейді. Оған 1 жылдық ғибадат жазады дейді. Біз 1 жыл бойы тахажжуд оқи аламыз ба? 1 күн, 2 күн ғой максимум. Қатты бір қиналғанда адамдар 1 апта, 40 күн оқиды, болды, одан кейін тахажжуд қалады. Ал сіз 1 жыл бойы Құран хатым етіп тастадыңыз ба? Жоқ, тіпті Құранды танымаймыз да, оқымаймыз да. Былай айтқанда біз бір ғибадатта тұрақты бола алмаймыз. Бірақ ойлаңызшы, білім жолында жүрген адам ол 1 жылдық ғибадатты алады. Одан кейін ол жерде жүрсе, жер оған кешірім сұрайды. Бағана біз айттық қой, жаратылғандар, яғни хайуандар кешірім сұраса, бұл да сіз әрбір қадам басқан сайын жер сізден кешірім сұрайды екен. Сосын ұйықтап тұрған сайын оған кешірім беріледі. Тіпті анау айтады ғой, ұйықтап жатқан кезде ақша түсетін болса ғой деп армандайды ғой адамдар, Каспиймен түсе бер. Сол сияқты ұйықтап жатқан кезде сізге сауап жазылып жатады екен ғой. Неге? Өйткені сіз оқисыз, түнімен қарайсыз, басыңыз ауырады, 1 сағат ұйықтап алайыншы. Ұйықтаған моментіңіздің өзі әлі сабақ кетеді. Кейде байқайсыз ба, бір нәрсені жаттап атасың да ұйықтайсың, түсіңде де жаттап атасың ғой соны. Шынымен түнімен қайтадан ананы қайталап шықтым деп ше, бір миым демалған жоқ деген сияқты. Ойлаңызшы, сіздің түсіңізде де сол нәрсе болып жатыр ма? Демек, сіз өмірде білім жолына түссеңіз, ұйықтағанның өзінде де сол білім жолында жатырсыз да. Сосын кейін періштелердің былай айтқанын естідім дейді. Олар тозақтан азат болғандар деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Білім алу арқылы өзімізді осы дүниеде ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып алатын құрал болатын болса, Алланың алдында да біз тозақтан азат етілгендер болады екен. Енді анандай болады ғой, бір студенттердің арасында мысалы бір күшті оқитындар болады, күнде 5 алады, жаңағындай не дайындап келдің десе сол студент болады, активист болады ғой, соларға автомат береді. Сен емтиханға кірмей-ақ қой, сен білеміз жақсы оқитын дейді, автомат береді. Алдын ала емтиханға кірмейді, бәрі ана жақта түнмен дайындалып ойбай деп жатқанда, ол спокойно жүре береді, уже алып қойды автомат. Тура сондай болады ғой. Жаңағы бүкіл қияметте бәріміз уайымдап тұрғанда білім алушылар тозақтан азат етіп кетеді. Яғни осы дүниеде де жақсы оқысаң экзаменнен автомат аласың, қияметте де тозақтан құтылып аласың. Абу Дарда былай деп айтады: бір мәселені үйрену, ол түндік ғибадаттан да артық дейді. Ойбай, қадір түні бәріміз күшті оқып кетеміз ғой. Өмір бақи постоянно түнімізді солай өткізіп жүргендей. Кешірші деп SMS-тер жазамыз. Қадір түн болмаса жазбас едік негізі ше.
Рамазан айында қандай боламыз, мейірімді, тақуа, ой, құрма су обязательно ғой. Кейін анау құрмамыз қатып та қалады Рамазаннан кейін. Ол басқа айларда да жеуге болады ғой негізі. Немесе жаңағындай намазды оқып, дұғаларды оқып, сосын Рамазан айы біткен. Уф, бітті оны. Қиналып кеттім ғой, күнде орамалымды тағып, дұғаларды айтып, не тілім келмейді деп ше. Бірақ ол Рамазан айы бізге үлгі ретінде берді ғой. Прайс лист. Осылай қалған айларыңды өткіз деген сияқты. Мысалы, қадір түнде көптеп намаз оқимыз, шынайы түрде тәубе етеміз, біреулерден кешірім сұраймыз, садақамызды береміз, Құранымызды оқимыз, салауат, зікір, бәріміз тәсіліміз бар. Бірақ та ол түн біткеннен кейін болды, ертесіне қайттан біреуді ренжіте бастаймыз, біреуді ғайбаттай бастаймыз. Осылай жалғасып кетеді да. Ал бірақ білім деген нәрсе сізге айтады. Салауат айтатын болсаң, мынаншама сауап. Мына нәрсені жасайтын болсаң, мынаншама сауап. Адам баласы сол сауапты көрмесе де иман етеміз ғой, біз ғайыпқа иман келтіреміз. Біз материалист емеспіз. Мынаны істесең, мынау факт болып қалады деген. Сол үшін мақтаған Алла тағалам, олар ғайыпқа иман келтіргендер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздерді сағынған. Кімдерді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көрмегендерді, жәннат тозақты көрмегендерді. Сахабалар сонда біз ба дегенде, жоқ, менен кейін келетін үмметтер. Олар тек есту арқылы мені жақсы көреді, маған ілеседі деп айтады. Сол ішінде мұсылман адам тек материалист емес ол. Сол үшін ол ақыретіне сауап жинайды. Ал сауап деген нәрсе қолға ұсталынбайтын нәрсе болғаннан кейін көп адамдар ертегі деп ойлайды оны. Бірақ байқайсыздар ма, Құранда да айтады ғой, оларға ақиқат айтсаң, ертегі айттың деп айтады дейді. Ал ол дұрыс емес нәрсе да. Ибн Масғуд айтады, сендер амал, білімнен қарағанда амал замандасыңдар дейді. Бірақ бір замандары келеді, амалдан қарағанда білім артық болатын. Қалай? Ол заманда қараңыз, егер сен жұмыс істемесең, болмайды. Білім ізденіп жүрсең, үйіңе тамақ әкеле алмайсың. Амал деген не? Жаңағы бидайды алып келесің, тасқа қоясың, езесің. Ұн қылады, оны барып ашытады, оны пісіреді, ол нан болады. Ол қимыл ма? Білім да. Ол қимыл, амал, Қазір мына жаққа барып 120 теңгені берсең, сол процестерден өткізіп қойған уже сенде зат тұрады. Демек, дәл қазіргі заман, кнопка заманы, робот заманы болды ма? Демек, бізге білім алу заманы болып жатыр. Амал емес. Амал деген нәрсе сол жаңағы әлі өндірістік, тіпті киімдердің өзінің сапасы әлі дұрыс шықпай жатқан, кілемдерді бүйтіп әлі де тоғып жатқан заман еді да. Ол кезде амал жасау керек еді. Ал қазір бізде білім алуға деген мүмкіндіктер көп. Бұрынғыдай әжелеріміз отыр ғой, ол кісілер киіз үйде тұрды, Енді арғы әжелерді айтады, киіз үйде тұрды. Бір самаурын шәйнек қайнату үшін қанша минут кетті оларда? Барады, анау жақтан суды алады, алып келеді, оны самаурынға қояды, оны жағады. Ал біздерге қазір ұйықтап отыр, фильтрден су аламыз да, қоямыз да, кнопка басқанның өзіне деп нетеміз да, қолым тимей жатыр деп ше. Яғни заман сенің өмір сүру жағдайыңды жеңілдеткен сайын біздің неміз ауыр болып бара жатыр, имани халіміз. Егер бізде жаңағындай суды жылытып сөйтіп жүрсек, ол процесстен біз ләззат алар едік. Бізге тәтті болып көрінеді. Ойлаңызшы, сіз бір сәтке сонда бір ауылға бардыңыз, условия жоқ, дәрет алайын деп отырсыз. Суды алып келдіңіз, ысыттыңыз, оны бардыңыз да адам көрмейтін жерге анау километрге кетіп, орамалыңызды шешіп, дәрет алдыңыз. Келе жатқан кезде қандай чувство болады сізде? Уай, молодец! Құдай үшін күштеп дәрет алдың ғой, жәннаттық адаммын ғой деп келе жатасың ғой. Намазыңды оқисың сөйтіп. Ал қазір кранды ашасың, жылы су аласың да, ары қарай уже не істейсің, намаз оқып кетесің. Сосын намазды оқып жатқан кезде сенің миыңда түрлі ойлар кетеді. Неге? Сен өйткені дайындалу процесің өте аз болды ғой. Дайындалу процесің көбірек болған кезде бағанағыдай сен оның дәмін күшті алар едің да. Құтты мынандай ғой, өзіңіз үйде тамақ пісірген кезде иісіне тойып қаласыз ба?
біреуден заказ берсе тоймай қаласыз. Тура сондай манты келеді, бір 7-8, бірақ сіз пісірген манты үшеуден кейін жей алмайсыз. Ал сырттан заказ бергенде не істейсіз? Тоймайсыз, жей бересіз. Өйткені не? Процесінде сен онымен айналысқан жоқсың ғой. Ал үйдегі ол береке бар. Сіздің дәретіңіз бар. Сіз зікірмен, бисмилля деп етін салдыңыз. Қандай ет екенін білесіз, қандай продукты екенін білесіз, өзіңіз жасадыңыз. Содан кейін оның берекесі артады. Ал сыртта сіз оны білмейсіз. Не болып жатқан. Сол үшін ғалымдар негізі нерде бір лайфхак бар. Ғалым болам десең, үйден тамақ іш деп айтады негізі. Өйткені психологияда мынандай нәрсе бар. Адамның энергетикасы деген нәрсе бар. Қалай адам тамақ істеген кезде көңіл күйі қандай болады? Тамаққа солы сіңеді дейді. Өйткені тамақ ол судан тұрады. Бір эксперимент көріп педіңіздер, жаңағы күрішті қойып қояды ғой, су құйып. Сөйтеді біреусіне благодарность айтады ғой. Благодарю, бір нәрсе, мен сені жақсы көремін. Екіншісіне жаман сөздерді айтады. Ал үшіншісін игнорировать етеді, жаңағыдай қарамайды. Сонда экспериментте 10 күннің ішінде жаңағы бірінші благодарность айтқан шірімей, сасымай, көгермей, одан не шығады? Сабақтар шығады. Ал мына екеуі шіріп, сасып, сондай ешқандай бір дәні бермейді. Ойлаңыз, бізде 80% судан тұрамыз. Енді қараңыз, поварлардың аурасына кіріп көрдіңіздер ме сіздер? Ол жақта спокойный емес. Қалай істейді? Мына заказ түсі тез істе, анау, қайласып атады іште. Ойлаңызшы, сондай тамақ кетті сізге, жейсіз. Сосын сіз, болсаңдар деп жүгіріп балаларыңызға ұрса бастайды. Яғни нервный болып кеткенбіз ғой барлығымыз қазір. Шыдамсыз, нервный, сондай. Неге ішіп жеткен, жеп жатқан тамағымыздың сапасыз екендігі. Сол үшін құлқымнан өтетін кезде біліңіз, менің мінез құлқыма әсер береді менің жеп жатқан тамағым. Оның дәл қазір мен емес, соның өзінде де логопедтер де соны айтады. Балаларға бермеңдер анау недегі тағамдарды, өйткені оның развитиясы дамымай қалады деп жатыр да. Кеше ғана бір ролик көрдім. Адамдар ауру болу үшін бірінші жаман тамақ жібереді дейді, дәл сондай оның емі үшін аптека ашады дейді. Сонда біз ауру боламыз да емделеміз, ауру боламыз да емделеміз. Сау адам қоғамға ол убыток дейді. Сол үшін біз өз-өзімізді білетін болсақ, білім ізденетін болсақ, не жеп жатырмын, қандай тамақ жеп жатырмын, қандай өмір салтын ұстанып жатырмын дегенде, сіз өзіңізге жаныңыз ашыған үшін ең жақсысын таңдайсыз. Алла тағала да айтты, ухилля лакум тойибат, сендерге жақсы нәрселер ғана халал болды деп айтады. Көрдіңіз ба? Ғылым жолы таза болғаннан кейін, ол тазалықты ғана тартады. Біліңіз, жаман ой ойлап жүрмін, өсектеп қоямын, ғайбаттап қоямын дейсіз ба? Сіздің қолыңыз просто бос. Ғылыммен айналыссаңыз, ойбай, ұстаз ертең менен мына сабақты сұрайды десеңіз, сіз ешкімге ойлауға уақытыңыз болмас еді. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес, күн сайын өзімен күресе отырып, Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болары сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Ал бос адам не істейді? Ана адам не істеп жатыр екен? Анау не істеп жатыр екен? Ол қандай машина алды екен? Қандай барлығын біліп отырғымыз келеді. Ондай болатын болса, өзіңмен айналыспасаң, сен біреумен айналысасың. Өз өміріңе көңіл бөлмесең, сен біреудің өміріне көңіл бөлесің. Біліп қойыңыз, бірақ қияметте біреудің өмірі үшін сұралмайсыз. Өз өмірің үшін сұраласыз. Біреудің ойы туралы сұралмайсыз, өз ойың үшін сұраласыз. Сол нәрсені біліп қою керек та. Сол үшін өзіңізге жаныңыз ашыды ма? Қазір тек қана жақсы тамақ, жақсы киім, жақсы косметика, жақсы үйді өзіңізге қалап жатсыз ба? Онда ақыреттің де жақсылығын өзіңізге қалаңыз. Кім не деп жатыр, не істеп жатыр, сіз үшін қызық емес болу керек. Сол үшін сен Алламен айналыссаң қарым-қатынаста, адамдармен шаруаң болмайды.
сол үшін біліп қояйық та, сол кезде өзіңіздің сіңліңіз ба, келініңіз ба, сәл біреуді өсектеп жатса, жаным, сенің қолың бос екен ғой. Жүр, кілем жуып тастайық. Деп, сол дәрежеге жеткізбеңдер енді. Сол үшін де білім ғылымға өз-өздеріңізді, любой ғылым, медицина оқисыз ба, нутрициология оқисыз ба, бұның барлығы сізге негізі жақсы. Жер бетіндегі 3 амал бар екен. Ең жақсы амалдар. Біріншісі ол білім алу, екіншісі күрес, үшіншісі ол кәсіп. Енді күрес деген кезде біз ойлаймыз да, кіммен күресем деп. Қазір альхамдулилля біз сондай тыныш замандамыз, шүкір, Аллаға шүкір. Ең бақытты адам, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, үйінде бала шағасымен кешкі асты ішіп отырған тыныштықта дейді. Аллаға шүкір, шүкір, дастарханымыз бар, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Осы заман ол бүкіл адамдардың арманы. Енді қараңыз, осы жерде біз кіммен күресу керекпіз? Өз-өзімізбен. Іштегі өзіміздің нәпсіміз не істейді? Давай ананы істе, давай ана адам жаманда. Дегісі келіп тұрған кезде иманың тізгіндеп тұрады, тартып тұрады. Ал иманыңда білім болмаса, нені тартады ол? Бұл бір айғыр сияқты да сіздің нәпсіңіз бет шабайын деп тұр да, үстінде өзіңіз отырсыз. Жүген ол білім, қолыңыз сіздің иман. Яғни, егер де жүген болмаса еді, қолдың пайдасы жоқ. Атты просто құшақтап сонымен бірге құлаққамайын деп кете бересің. Ал бірақ та сізде білім болса еді, анау аузын тартып аласың да. Сол ішінде ол нәпсі деген нәрсе ол кете береді ол. Ол аммаратун бису, үнемі жамандыққа сізді бойсындырып, істе, давай попробуй. Бұл өмірге бір-ақ рет келдің ғой, ничего, сен өмір бойы намаз оқып жүрсің ғой, бір рет қателессең Құдай кешіреді. Алла мейірімді ғой. Алла сен жақсы көргеннен кейін саған дінді беріп тұр. Ары қарай да сүйе береді деп ойлаймыз да. И осылай ұзақ үмітпен жүре береміз. Ал бірақ білім болса еді, біз оны тізгіндеп отырамыз. Енді білім жолына түскендер, ол Алланың сүйіктілері. Ал күрес жолына түскендер, ол Алланың досы болады. Неге? Жаңағыдай сіз тізгінді тартасыз ғой. Яғни сіз нәпсіні тізгіндеп иман жолын таңдап отырсаңыз, жүректе Алла бар деген сөз. И Алланы таңдап отырсыз ба? Иман әскерін таңдағаннан кейін Алла өзінің әскеріне жақын жеңіс беруде. Соны біліңіздер. Одан кейін кәсіп жолын таңдайтын болсаң, ол Алланың шыншылы. Әрине енді кәсіп жолы мынандай ғой, екі таразы тұр да, сіз таразының иногда жегіңіз келеді. Біреуден, мысалы мен 1000 клиентке бүгін алма сататын болсам, әрқайсынан 100 граммнан алып қалсам, менде бір қапшық алмадай менде пайда болады. Сол үшін базарда жұмыс жасайтындар осындай мен күреседі ол. Білесіздер ма, осы кәсіпте кетіп қалсам да қазір. Анандай айтады да, саудагер артық па, әлде ғибадатшыл кісі артық па? Ол анандай тауда өмір сүреді, ешкіммен араласпайды, дүниеге оған қызық емес, тек намаз оқиды ол кісі. Күндіз ораза ұстайды, кешке намаз оқиды, тек ғибадат ол адам. Вообще дүниемен араласпайды. Екінші адам бар, ол 5 уақыт намаз ғана оқиды, артық намаз оқымайды. Ораза айы келсе ғана, Рамазан айы келсе ғана ораза ұстайды. Ол бірақ сауда жасайды. Сонда айтады ғой бір ғалым, сол ғибадатшыл артық па, саудагер артық па деген кезде, саудагер артық дейді. Неге? Анау деген күшті ғой. Сонда айтады, ол ешкіммен күресіп жатқан жоқ. Ол өзімен өзі тұрып намазын оқып, ешқандай адам да оған зиян беріп жатқан жоқ, былай айтқанда сынағы жоқ та. Ал мынау саудагер намазын оқиды да базарға барады. Базарға барған кезде шайтан оны азғырады дейді да. Ей, анау көбірек берген кезде алып қал, адамдарға бергенде азырақ бер дейді да. Сонда ол соған көнгісі келіп, өз-өзін тежеп, Құдайдың заңдылығы ғой, болмайды, ол арам ғой, ертең таразыдан жегендердің сұрағы ауыр болады деп, өз-өзімен күреседі да, жеңеді дейді. Сол адам Алланың алдында дәрежесі биік болады. Сонда қараңызшы, ол адам нәпсімен күресіп жатыр ма? Иә. Еще дүниенің мынандай несі ғой, қызыл жасыл ғой, оны алдап тұр да, соған да еріп кетпей ол күресіп жатыр. Алланың алдында дәрежесі биік болады екен ол адам. Ал жаңағы адам ол тек қана өзіне ғана пайда.
Ибн Малик айтады, мысалы бір айтасыздар ғой, ұстаз тек қана шариғи білім оқу керек па? Сен қандай білім алсаң да түбінде Алланы тану білім болу керек. Мысалы сен химик болуың мүмкін, немесе физик болуың мүмкін, бірақ әлі де Құран айтты ғой, қияметке дейін мұғжиза болады дейді. Мұғжизасы әлі де көп қой. Алланың кітабын әлі де жаңалық ашатын нәрселер жетерлі. Ойлаңызшы, оны бір қызығы сол Құранның ақиқатын ашып беріп жатқандар көбісі мұсылмандар емес қой. Бүйтіп Google-да ашатын болсаң, кітапта ашатын болсаң, ғылыми факторда ағылшындардың аты тұрады. Олар солай ғылым дәрежесіне жетіп, ақиқатты танып, иман етіп кеткендер ғой. Ал біз Құранда жазылған, хадисте жазылған дейміз да, бір ғылым оқымаймыз ғой. Осы не керек? Осы математика, геометрия не керек? Ол саған керек. Сен мүмкін мектептегі программа 11 класс бойы сіздерге түрлі сабақ үйретеді. Неге? Кейін сіз сол ішінде қайсыған сен жақынсың, соның маманы боласың ғой сен. Мысалы сен әдебиетте нашар болуың мүмкін, химияда нашар, бірақ сен керемет физиканы білесің да, ұнайды саған. Сен обязательно НТ-да нені таңдайсың? Физиканы таңдайсың. Сонымен не боласың? Сен физик боласың. Ары қарай кетесің, ғылым дәрежесін өсіресің. Түбінде Алланың сол кітаптың ішіндегі бір аятты дәлелдеп берші. Қаншама адам атеист болып жүрген, ғылым жолында жүрген адам, сені сол ғылыми дәлеліңді естіп, не істейді? Иман келтіреді. Сен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жолынан нең кем болады сол кезде. Міне, ғалымдар пайғамбарлардың мирасқоры деген нәрсе осыда жатыр ғой. Ал біздерге айтамыз, ой, не керегі бар? Біздерге әйтеуір бір қағаз болса болды. Біз упаковкамен жүретін адамбыз. Біздегі сыртқы форма маңызды. Ойбай, былай киініп жүр, мынандай болмайды, бірақ ішің шіріп жатыр да. Жаман ой, біреуді жамандау, жүрегің жұмсақ емес, біреумен қатыгезсің, дөрекі сөйлесесің сен. Көркем мінез емес, бірақ сенде сыртқы форма маңызды болып кеткен даже бізде. Дәл осындай диплом үшін оқитын болып кеткенбіз. Сол нәрсені біз басымызға корона қылып киіп алдық та. Ал бірақ та ішіндегі пустой болған нәрсе, ол бәрібір де дешевый болады. Сонда жаңағында айтып жатыр Ибн Малик хадисте, кімде-кім бір жолға түседі, яғни ол тіпті жай ғана білім, Алланы танытатын білім емес, сол білімге жолға түседі, оқиды, соңында Алланы таниды ғой, Алла сол кезде жазады екен. Бұл басынан бастап Алла жолында болған деп. Жаңағыдай ғой, ол адам мүмкін жаңағыдай екі теңіздің ортасын қосылмайтындай Құранда ол оққан жоқ қой оны. Бірақ соны көрді да зерттеді. Немесе басқа да керемет болған Құрандағы аяттардың барлығын ол Құранды оқымай тұрып ғылыммен дәлелдеді и Алланы таныды. Бұл деген мына Құран кітапта жазылған екен ғой. Бұл кітап демек Алладан келген кітап. Бұны адам шығарған жоқ, мен иман келтірдім дейді ғой. Қараңызшы, ғылым бәрібірде Құдайды мойындатады. Сол кезде Алла тағалам ол адамды сол ғылымның басында Құдайдың жолында деп жазады екен ғой. Ал енді кім Алланы тану үшін білім жолына түсетін болса, онда Алла тағала оны күндіз ораза, түнде намаз оқығандай сауап береді дейді. Ой, тек Рамазан айында ораза ұстаймыз болды. Түндік намаздарды ол бір анда-санда бір қиналған кезде. Ойлаңыз, білім жолында жүретін болсаңыз, күнде осындай нәрсе сізге жазылады. Бір адамның білім алғаны Абу Қойстың бір тау алтын бергеннен де артық дейді. Яғни ондай садақа бергеннен де артық болады дейді. Сол үшін білім жолында ойлаңыз, Алланың алдындағы сіздің көзіңіздің ашық болуы, көкірегіңіздің ояу болуы тау алтыннан да артық. Енді қашан мен білім аламын? Жалпы маған білім алу керек деген сұрақ қашан келеді деген кезде ғалымдар бүйтеді. Надан болудан шаршаған кезінде дейді. Болады ғой бір, тумаймын осы деп кетеміз ғой біз. Вот сол кезде саған айтып тұр. Мойындадың ғой, білім алайын деп айтып жатыр да. Яғни біздің надандығымыз бізді шаршатқан кезде біз білімге ұмтылады екенбіз. Сонда Ибн Мубарактан келген бұл да бір дана ғалым да, қайтыс болайын деп жатыр екен да, бір кісі.
и уже ауру халінде жатыр, қасында ұстаз отырып білім үйретіп жатыр дейді да. Сосын айттық дейді, өлейін деп жатсың ғой сен, осы уақытқа енді қазір білім алмақшысың ба деп айтады дейді. Сонда айтады екен, хотя бы соңғы деміме дейін білмейтін нәрсемді біліп кетейінші дейді екен ғой. Ал бізде не дейміз, ойбай ана жақта бір дүнием бар, бір квартира машинам бар, бір бәле қылып бөлісіп алыңдар деп дүниемізді реттеп кетеміз да. Уайымдамасайшы, сен жоқ кезде олар и так та бөлісіп алады. Ал бірақ сен Алланың алдына хотя бы бір нәрсені біліп кетейін деп жатыр да. Жалпы Ибн Муаз ибн Жабал осы білім туралы көптеген нәрсені айтады да. Білім алыңдар дейді да. Білгенің ол сенің жақсылығың дейді. Ал талап етуің білімді, ол сенің ғибадат. Кәсіпте білім талап етуші адамсыз, талапкер деп айтамыз ғой. Бұл ғибадат. Ал сенің қайталауың, ол сенің Алланы зікір етуің дейді да. Сіздерге анау Құран курсында айтамын ғой, 33 рет оқы десем, ұстаз 15 рет оқыған кезде уже күшті оқып қалдым. Жоқ, 33 рет. Ол сондай қағида. Сол кезде қиналып болсын айтшы, өйткені сен қазір зікір етіп жатсың. Ал ізденуің күрес дейді. Ал білмегенің, ал бір адамға білдіргенің, онда ол садақа жасағаның дейді да, үйретіп жатқан. Одан кейін отбасыңды жұмсауың, онда құрбандылық дейді. Мысалы, білім жолына кеткен кезде, студент болып басқа қалаларға кетесің ғой, мысалы, сол кезде үйіңді тастап кетесің ғой, сағынып, не тамақ істеп жатсыздар звондаған кезде, ет асатып деп, беш пакет жеп отырмын ғой мына жақта деген сияқты. Ойлаңызшы, сіз қазір құрбандылық жасап жатсыз Алланың алдында. Неге? Өйткені сіз білім жолына кеттіңіз. Ал білім алу жолы ол жәннат иелерінің жолы. Жалғыздықта білім сенің досың болады, бөтенге жолдас болады, тәтті сөз болады. Ал қайғыңда жәрдем болады, қуанышыңда дәлел болады дейді. Дұшпанға қару, Алла оны көтеріп, қауымға басшы етіп қояды білімді адамды. Періштелер оған қызығады, періштелердің қанатын сипайды. Адамдар оған ілеседі дейді. Оның жүріс-тұрысынан үлгі алады. Қараңғыда олардың көздеріне берілген нұр болады. Осы уақытқа дейін білмей жүредім, көзімді аштың ғой деп ше. Тура осындай нәрсе да. Осылай күшті мотивационный сөздер айтқан екен. Енді Абу Зар Ғафариға бір кісі келіп былай деп сұрайды екен. Мен білім алғым келеді, бәрімізде бар осы нәрсе. Құран оқығым келеді, намаз оқығым келеді деген сияқты. Білім алғым келеді, бірақ оны жоғалтып алудан қорқам. Және оған амал етпей қалам ба деп қорқам. Жауапкершілік алғысы келмейді ғой. Намаз бастасам, постоянно оқу керек болып қалады, достарым бәрі шет әлі. Коллективім сондай, орамал тақпайтындар өңкей, ертең бір туған күнге барғанда шақырады, мен бармай қалам. Ол өйткені арақ қойғаннан кейін, сосын кейін айтады, бұл қызбен араласпай қояйық, өйткені ол бәрібір де келмейді. Сосын достарсыз қалам, мен жалғыз қалам дейсіз да. Немесе орамал таққаннан кейін, орамал таққаннан кейін, анау не деп айтады, сосын достарым не деп айтады, уже орамалсызсың ғой. Бәрімізде осы сұрақ болады. Бүкілімізде осы қорқыныш болады. Енді қараңыз. Сонда Абу Зар былай деп жауап береді ғой. Сен білмей, білімсіздік жастанғаныңнан қарағанда, білімділік жастығын жастанғаның жақсы. Жаңағыдай, оқымай қорқып жүре берсе, лучше баста қалатын адам қалады. Яғни, сені тек қана намаз оқымай, солармен бірге тусовкада деп жүрген кісілер болатын болса, бір күні басыңа қайғы тиген кезде сенімен араласпай кете салады ол. Мәңгі қалмайды ол сенімен. Сені сөз ететін адамдар, сен жаман болсаң да, жақсы болсаң да сөз етеді. Жұмыс орны мәңгі емес қой. Бір күні сәл бастыққа ұнамай қалды, бастығын сокращение етіп бәрін кетесіздер. Сол ішінде дүниелік нәрсені ұстамау керек, өйткені ол ұшып кететін нәрсе. Айтып қоямыз ғой, ақша қолдың кірі деп қоямыз ғой, жусан кетіп қалады деген сияқты. Сол сияқты дүниедегі сіздің мансабыңыз, абыройыңыз, байлығыңыз, жұмыс орныңыз, ол кетіп қалатын нәрсе. Ұстама оған. Өйткені бір күні кетіп қалған кезде өзіңді жоғалтып аласың. Ал шынайы дос деген нәрсе сіздің упаковкаңызға қарамайды. Орамал тағасың ба, тақпайсың ба, намаз оқисың ба, оқымайсың, қалатын адам сенің қасында қалады. Ал бірақ сенің дүниең үшін араласып, сенің атақ абыройың бар кезде араласып, жоқ деген кезде
жоғалып кететін достан ешқандай хайыр жоқ. Сол үшін Құдай сенің досың болсын. Құдай сенің сырласың болсын. Өйткені қысқа ғана өмірде адамдар келеді, кетеді. Қанша подружкаңыз болды, осы мен ажыраспай қойдым, мен подружкам деді. Бірақ та кетіп қалды ғой, жоқ болып. Араласпай қалдыңыз. Сол сияқты адамдарға байланбаңыз. Адамдарға байлансаңыз, үнемі сынақ. Адамдардан проблема келе береді. Екінші барып, сосын Абу Дардадан сұрапты. Бұл сахабалардың аты ғой негізі. Абу Дардадан барып сұрапты, радиаллаху анху. Білім алудан қорқам, осындай деген, сосын айтыпты. Адамдар өзінде өлген нәрселерді тірілткенді жақсы көреді. Ғалым білімді тірілткен жақсы көреді, надан сауатсыздықты тірілткен жақсы көреді дейді. Сонда біз білуіміз керек. Егер қазір мен білім жолында жүрмесем, онда мен надан жолында жүрмін. Демек мен сауатсыздығымды әлі де тірілте берем деген сөз. Ал сіз білім жолына түсетін болсаңыз, сіз білімді тірілтіп аласыз. Абу Хурайрадан сұрайды осыны. Сөзде Абу Хурайра бүйтіп жауап береді. Сенің бір нәрсені тапқаның тастап қоюдан қарағаннан жоғалтқан нәрсе жоқ дейді. Философиялық жауап беріп жатыр. Қалай? Лучше білім алғаның жақсырақ, білім алмай жүріп жоғалтқаннан қарағанда дейді. Сол үшін де білім алу ол керек. Ал надан адам алла білмегенді сұрамайды ғой деп біз біліп тұрып айтып жүрміз. Кейде уағыз айтқан кезде деп тұрып кетіп қалады адамдар. Неге? Мен естісем, маған парыз болып қалады, соны жасау дейді. Наоборот, маған келді, қараңғыда бүйтіп отыр едім, қорқып, біреу свет жақты ғой кәні деп, не жоқ қой, орындарынан тұрып кетіп қалады. Абу Хурайрадан келген хадисте ғибадаттың ішіндегі ең абзалы дінде фақих болу. Фақих деген білімді болу. Фиқ сабағын оқыған кезде, мә дейсің ғой, не деген ғылым. Тіпті мен енді сіздерге нені айтып бердім ғой, ғұсыл тақырыбын. Сол кезде сіздер жауапты естіген шоке болған менше. Енді айтады ғой, ғұсыл бұндай болғанда бұзылады, бүйтеді, сөйтеді деп. Ол жерде бүкіл ситуацияны айтып келеді, өйткені ондай адамдар бар. Сонда айтады ғой, хайуанмен болып қойса, ғұсыл алады десе, сол кезде ужас, мұсылмандар сөйтеді ма деп десті. Ол адам ғой. Ол мүмкін намаз оқиды, ол мүмкін Құран оқиды, бірақ ол күнә жасап қоятын адам болады ғой. Бәрібір де ол намаз оқиын деп жатыр ғой. Ол не істейді? Мен хайуанмен болып қоймын, ғұсыл бар деп оқса, намаз қабыл болмай қалады ғой. Ол барады да шомылу керек. Ал біздер таң қаламыз да, бірақ фиқ ғылымы сіздерге барлығын алып келеді. Өйткені сол кітапты оқып жатқанда бір адамдар өзін табады ол жерде. Фақихтың өзі шайтанға қатты болады дейді. 1000 ғибадат жылдан дейді. Мысалы, сіздер ғалым болсаңыздар фиқ маманында, онда 1000 ғибадатшыл адамнан артық боласыз. Өйткені ғибадатшыл адам білімсіз халінде ғибадат ететін болса, ол кейбір дүниелер дұрыс жасамауы мүмкін. Мысалы, киімге неше мөлшерде нәжас түссе намаз оқуға болады деген мәселе. Әлі жүрміз ғой, бәріңіздің хайызы мен есептеймін ғой. Дайректе осы Рамазанда отырып, қашан келді? Жоқ, тазарған жоқсыз, оразасы. Ораза емессіз. Барлығыңызды әлі сұрағы өзіңіздің халіңізді білмейсіз ғой әлі. Ай сайын келе жатқан. Ал егер сіз сол фиқты оқысаңыз, сіз ол сұрақты сұрамайсыз. Арман ұстазға барып, Қызылордадан қонақтарым келді, ораза ұстайын ба деп айтпайтын едік қой біз. Ол түсінбей қызық. Ақтөбеден келсе де оқи бересің ғой деп айта береді ғой ол. Көрдіңіздер ма, біз білімсіз болғаннан кейін даже өзіміздің халімізді білмей қаламыз, есептей алмай қаламыз да. Осы кезде сіздің намазыңыз да дұрыс болады, ғибадатыңыз да дұрыс болады, білімді болып жасасаңыз. И ол шайтанға қатты болады дейді. Шайтан асырамайды ғой оны. Сондықтан барлық нәрсенің фундаменті бар, діннің фундаменті ол білім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үшін бірінші оқы деп қинағаны сондықтан ғой. Енді мынандай бір сұрақ болады. Мен ұстаз бизнеске кеттім. Мен жақсы ақша табамын. Мен зекетін беремін, садақа беремін, медресе салып жатырмын.
қалай осы дұрыс па, әлде мен білім алғаным дұрыс па? Дәл осылай сұрақты Ибн Аббастан сұрайды. Мал жақсы ма, білім жақсы ма? Сол кезде ол айтады екен. Біреулер мал жақсы деп айтады, біреулер білім жақсы. Бірақ мен сіздерге айтайын, ғылым артық. Себебі білім, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан дейді, білім ол пайғамбарлардың мирасы, ал мал фирғауындардың мирасы. Білім сені күзетеді, сен малыңды күзетіп жатқан кезде. Ойбай деп сейфке саласың ақшаларыңды, банкке барып саласың, үйіңді 3-4 рет құлыптайсың, көршілерге айтасың қарап тұр деп. Ал бірақ білім сені күзетеді. Сен харамға түсейін деп жатқанда, күнә істейін деп жатқанда білімің ұстап қалады да сені ше. Алла білімді тек сүйіктілеріне береді, ал дүниені сүйгеніне де, сүймегеніне де береді, бірақ көбінесе сүймегеніне береді дейді. Өйткені Алла тағала Құран-ы Кәрімде وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ дейді. Алла тағала егер де бүкіл үмметті бір-ақ үммет қылып жарататын болса, онда кәпірлерге Алла тағала мынау баспалдақтары мен шығатын шаңырақтарына дейін алтын күміс қылып тастайтын еді дейді. И осы жердегі тәпсірде қарасаң, именно Аллаға қарсы келетін күпірлерге байлық туралы айтты дейді. Сондықтан да сүймеген құлына көбірек береді деп айтқан осыдан дейді. Ал енді сен біліміңді жұмсайтын болсаң, нафақа ету дейді ғой, жарату. Біліміңді жарататын болсаң, ол таусылып қалмайды дейді. Ал малыңды жарататын болсаң, малың таусылып қалады. Сосын оған сенбе дейді. Сен білім алғаның үшін Құдайдан сұралынбайсың, ал малды алған кезде әрбір динарына, әрбір дирхамыңа Алла тағалаға отчет бересің дейді. Сол үшін білім ал дейді. Білім иесі әрбір сөзі жәннаттағы дәрежесі болады дейді. Сол үшін малдан қарағанда ол білім артық дейді. Бірақ малыңызды білім арқылы жұмсау, ол екі двойной не болады, сауап болады ғой иншалла. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес, күн сайын өзімен күресе отырып Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болар сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Али радиаллаху анху айтады, адамдар 3 түрлі болады дейді. Біріншісі, ол раббани ғалым болады. Раббани білімді алып жүреді. Екіншісі, ол жеңіс тапқан мұғалім болады. Үшіншісі, ол бір қауырсын сияқты болады. Яғни ол қара халық болады дейді. Бір қатты дауыс көтерілсе, соған елеңдейді. Мына жақтан қатты дауыс көтерілсе, мына жаққа елеңдейді дейді. Енді қараңыз, біз өзіміз қандай дәрежедеміз? Ладно, дүниелік білімнен күшті специалист болдық. Аллаға шүкір, біздерді оқытты Қазақстан. Сауатсыз қылған жоқ. Біз жазу, сызуды білеміз, алгебра, геометрияны білеміз. Бірақ біз діни кішкене сауатсыз болып бара жатырмыз. Сондықтан сізге келіп, қазір мен сіздерге өтірік нәрсе айтсам сене бересіздер. И бір адамда өтірік нәрсе айтса сене береді. Неге? Өйткені ол айтып жатыр ғой, біз білмейміз ғой деп. Ал қаншама адамның балалары қазір ата-аналары қорқады балаларының намаз оқығаннан. Неге? Өйткені өздері үйреткен жоқ. Ол бала бәрібір өседі, оқиды ғой. Сосын оған сырттағы біреулер оқытады. Сосын айтасыз, менің балам мені тыңдамай кетті, білмеймін, бізбен отырып тамақ ішпейді, ана келінді мүлдем көрсетпейді, сәлем салмайды, біздің қазақи салт дәстүрді ұстанбайды дейсіз. Қателік кімнен кетті? Қателік ата-анадан кетті. Өйткені олар өздері білмеді и үйрете алмады. Бірақ оған үйрететін адам табылды да, бірақ дұрыс емес кетіп қалды. Сол үшін баламызға антивирусты өзіміз орнатуымыз керек. Сіз егер білімді болсаңыз, сіз үйретіп отырсаңыз, балаңыз сізден келіп сұрайтын еді. Бір көп отбасыны білем,
балалары наоборот көп Құран жаттап алған, сондайда мамаларын үйретіп отырады. Балаңыз өзгеріп кетті, ханымдар. Бала бізге ұстаз болып кетті. Ол дұрыс емес нәрсе. Сол үшін де балам менің ертең сауапты болсын десеңіз, сіз білім алыңыз. Анасы, әкесі. Ертең балаңыз үйретіп отырмасын. Сосын кейін барып, уже андандай айбаттылығыңыз қалмай қалады да, ана деген, әке деген. Балам мынаны істемесе деп айтсаңыз, қош. Өздеріңді білмейсіңдер, қойыңдаршы дейді. Абу Дарда айтады, ғылымда білім, мысалы, ғалым кісі бар ғой, ғалым кісіде, білім беруші кісіде, білім алушы кісіде сауапта тең болады дейді. Ойлаңызшы, бір адам қари болып кеткен, сіз қарилық жолда жүрсіз, Құран жаттағыңыз келді. Немесе бір адам керемет фақих болып кеткен, сіз де сол дәрежеде жүрсіз. Сауап жағынан тең. Адамдар тек не білім алады, немесе білім береді. Басқасы болмайды дейді. Басқасында қайыр жоқ дейді. Енді осы білімді алғаннан кейін амал ету деген нәрсе бар ғой, білесіз ба? Жаңағыдай, кімнің дипломы сандықта жатыр десек. Сәл қазір маскалар шешілейін деп тұр. Күйеуге тиді, қалды, я. Қандай мамандық едіңіздер сіздер? Біреуіңіз бухгалтер, экономист, біреуіңіз заңгер едіңіздер. Қайда дипломға қызмет етейік та? Бізде мемлекетте деседі, грантпен оқысаң, давай 2 жыл бойы жұмыс жаса. Айтпесем, грант бермеймін дейді. Дәл осындай бізде де болады ғой. Алла тағала, сіз білім алдыңыз ба? Амал жаса дейді. 4 жыл, 5 жыл уақытыңызды арнап, обал ғой, қазір ішіңіз ашиды ғой, соншама алдым, бірақ жұмыс істей алмадым деп. Енді қараңыз, сіз қазір білім аласыз, оны істетуіңіз керек, қолдануыңыз керек. Барлық ғалымдармен отыра берме дейді. Тек мына 5 нәрсеге шақыратын ғалыммен ғана отыр. Біріншісі, күмәніңді анықтап беретін. Мен намазым дұрыс па, дұрыс емес па деп ойлап отырасыз ғой. Тек қана діни жағынан емес, финанс жағынан да бәлкім. Немесе заң жағынан да болуы мүмкін. Сол кездегі күмәніңізге нақты конкретный жауап беретін адамның қасында отыр дейді. Өйткені пайдасын аласың. Күмән өйткені шайтанның ең мықты құралы, ары қарай сізді азғырып кететін. Ойлаңызшы, кейде бүйтесің, бар ма, жоқ па деп отырасың ғой. Сөйтіп, сол күмәнмен намаз оқисың. Оқып қойған сол намаз есіңнен шықпайды ғой. Мен сол кезде намазым дұрыс пе, дұрыс емес пе деп ше. Ал күмән келді ма дейді, дереу күмәніңді сындыру үшін тұрда дәрет ала сал дейді. Сонда сен ондай оймен оқымайсың, сен нақты анық оймен оқисың да. Міне мен намазымды оқыдым и ұмытып кетесің. Ал ана күмәнмен жасалған нәрсенің барлығы есіңізден шықпайды. Не үшін сіз ұрсып қалған кезде есіңізден шықпайды? Потому что сіз күмәнданасыз. Мен правпын ба, прав емеспін ба? И ойланасың. Сол үшін де айтады ғой, сен прав болып тұрсаң да ұрыстан бас тартсаң, жәннаттан саған үй соғылады. И сіз ойланып жүрмейсіз қаршы, жүрекке де, нервқа да, тыныштыққа ешқандай әсер бермейтін нәрсе болады, просто бас тарта салу. Сізге былай айтқанда ауруларыңыздың түбі басталмай тұрып, дін сіздерге уже айтып қойды да. Бірақ біз ол нәрсені, ой, қойш деп жүрміз. Егер сізге оны айтып, доказать етіп берсе психологтар, я деп айтатын еді. Айтпесем біз тек қана ақырет айта береміз ғой. Дым қызық емес, осы имамдарға жолап қалсам бітті, ақыретті айта береді, дүниен сояққа бір барып келгенде дейді. Барса қайтып келмейтін едік қой. Сол үшін біздердің мамандығымыз сол жаққа дайындау ғой, басқа не айтамыз енді. Сіздерге біз алгебраны үйретпейміз, сіздерге білмеймін енді финанс үйретпейміз, біз сол ақыреттің несін үйретеміз сіздерге. И сол туралы ғана айтамыз, басқа не істейміз, мамандығымыз сол. Өйткені сіз мұсылман адамсыз, сіз білесіз, осы дүниемен өмір аяқталып қалмайды, бұл сізге бір берілген емтихан ғана өмір. Екіншісі, тәкаппарлықты кішіпейілділікке шығаратын, соған шақыратын. Ой, барлығымызда әйтеуір бір мен деген үлкен бір нәрсе тұр ғой. Сол арқылы қазір проблемалар болып жатыр. Әйел мен күйеу, ене мен келін, бастық пен жұмысшы,
мұғалім мен не барлығымызда. Өйткені әркімнің мені өзін қорғағысы келеді, өзін жоғары ұстағысы келеді. Оның да мені бар, мынаның да мені бар. Сөйтеді да бір-бірімен қырылысады. Ал ішіндегі сол мені мен емес, оның ішінде ол Алла болмаса мен түк емеспін, мен осы жерде просто келдім. Бірақ мен сол Құдайым үшін қызмет етіп кетем деген нәрсе жоқ та. Алланың системасында не істейді? Сен өзге адамды құрметтеуің керек. Өзің жақсы көргеннен де артық ана адамға жақсы керексің. Өзің жек көрген нәрсеңді сол адамға жек көргіздің керек. Дұғаң тіпті сенің қабыл болмайды, егер де мұсылман бауырыңа дұға етпесең. Бұл кішкене сайын. Неге дұғаңыз қабыл болмайды? Потому что тек өзіңе сұрап жатсың. А сен 5 уақыт намазда да, қай дұғада да болсын, ата-анаңа сұрауың керек еді. Сен көршіңе сұрауың керек еді, досыңа сұрауың керек еді. Мұның қасында отырғанын танымайсыз, бірақ сол сіздің көршіңіз қазір. Сіз күйеуіңе сұрауың керек, бала-шағаңа, танымайтын мұсылманға дұға жасауың керек. Көрдіңіз бе? Алла сізге сондай бір система қойды. Сіз басқа адамды қатты құрметтеуіңіз керек. Әйтпесем сенің құлшылығыңда тұрған ешқандай қадір қасиеті жоқ. Біреуге зиянын тигізіп жүріп, сен түнімен оқышы намаз. Біреуге ғайбаттап жүріп, тұхматтап жүріп, ораза ұсташы. Ертең сен қияметте ана адам сұрайды ғой өзінің ақысын. Күйіп кетеді да. Дымы қалмайды. Намазыңның да, оразаңның да. Өйткені сен бір адамның ақысына кіріп тұрсың. Әрдайым аруғамен сырласуда айтып жатырмын. Ешкіммен шаруаң болмасыншы. Өйткені сен өзіңнің өміріңе есеп бере алмайсың. Қиын. Тіпті жұмысыңдағы бір специалистіңе есеп беру, жылдық есеп беру өте қиын. Сен плюс бір адамның жауапкершілігін алып, оған да есеп беру керек болып қалады. Сіз өзіңізге жамандық істесеңіз, Құдайдан кешірім сұрай аласыз да. Ал бір адамға жамандық істесеңіз, ол адам Құдайға жалығып айтады ғой. Айтады ғой, шағымданады ғой. Құдай не істейді? Әділ ғой, қайтарып береді да. Сонда өзіңізге өзіңіз есеп бере алмай тұрғанда, мұнда мыңдаған адам тұр. Сол үшін де ләжі болса, жамандығым емес, жақсылығымды беріп кетейін. Хотя осы жақсылығыма көмектесе, жамандығым өзімде қалсын. Сол үшін айтады ғой, бір адамды мақтай алмасаң, онда жамандама. Бір адамға поддержка бере алмасаң, дұға ет. Былай айтқанда сен үнемі басқа адамға жақсы ойда, жақсы пікірде тұруың керек қой. Ал біздің мынау меніміз оны жібермейді. Как будто біреуді ойласаң, чорт болып қалатын сияқтысың. Оны сізге әдемілеп, шайтан әсемдеп берді сол нәрсені. Өйтпе, сен кімсің сонда? Өзіңді дәлелдемейсің, сүмірейіп жүре бер. Не деді? Бір бәлемсің, бұға береді, сұға береді дей ма? Бұға берсең, сұға береді деген. Ол мақалдарды алып тасташы болды. Қазір анау небір тренингтер шықты ғой. Мақалдарға деген дұрыс емес установкалар деп. Сол сияқты мына бұға берсең, сұға береді деген сияқты. Бұға бер, Алла Тағалам саған бере береді мектен Құдай қаласа. Мен осы дүниеде бермесе де сен ана адамға зиян тигізген үшін жауап бермейсің. Үшіншісі, дұшпандықты насихатқа айландыратын адамның қасында отыр. Мысалы, кейде болады ғой, үш подружка болып араласып жүресіздер да. Болады ғой, енді ұрысып қаласыздар. Сол кезде ана екеуі бөлек болып кетсе, жаман удар ғой. Анаған да ренжисің ғой. Оңбаған бізді татуластырса қайтеді? Екеуі қосылыпты. Бұл екеуімен де дос емеспін дейсіз. Сол сияқты ұрысып қалды ма, татуластыр. Ренжісіп қалды ма, татуластыр. Бұл өте үлкен сауап. Сол үшін де әйел мен күйеуі тіпті ұрысып қалса, өтірік айтуға да халал ғой. Өтірік айтқыңыз кетіп барса, іздеңіз сондай. Зато сауапты өтірік істеп кетті да. Екеуі қосылып кетті. Одан кейін рияны ықыласқа. Рия деген адамдар үшін жасайтын амал. Молодец, Жанар деген кезде ана мұрны керіліп кетеді ғой кәдімгідей. Сіздетті екінші рет сол қайтадан сол нені алғым келеді деп сол істі жасайды.
сөйтеді да әр ісі адамдар мені бағаласа екен деген амалға асып кетеді да Құдайды ұмытып кетеді ғой. Сосын бір күні бағаламай қалған кезде, бағаламады мені енем, күйеуім мені бағаламады, 6 бала туып бердім, ол болса деп ше. Ал баланы сен туып бердің, Құдайдың жолында толғағың болды. Құдай сенің бүкіл күнәңді кешірді, кіші болған. Жаңа туылған баладай өзің тазардың. Әр емген сайын саған періштелер салауат айтады. Күнәң кешіріп жатыр, жәннатта дәрежең өсіріп алды. 2 қабат болып жүргенде бүкіл сол қиыншылықтардың барлығына Алла тағала сауап беріп жатыр. Күндіз ораза ұстап, түнде намаз оқығандай сіз сауап алып жатсыз да. Ал біз айтамыз, сенің балаң ғой, мен жегім келіп жатқан жоқ, ол жегісі келіп жатыр деп содан басталады ғой. Менде депрессия вообще-то деп. Бір міндет та біз. Андай біздің жатырымыз бір құтты оның баласын жасап шығады да. Ал сіз бір Құдайдың, ойлаңызшы, егер сол бала сіз Құдайдың разылығы үшін осы дүниеге алып келетін болсаңыз, кімнің құрсағынан шығады ол сіздің? Ертең ол бір керемет ғалым, қари болса, бәрі анасын айтады. Анасы осындай болған деп. Неге? Таза адамнан таза шығады. Мариям анамыздың анасы қандай болды? Неге әкесін айтпайды? Анасы ғой оны Құдайға арнаған. Анасы ғой оған дұға еткен. Анасы ғой оны ғибадатханаға беріп тастаған. Сол Мариям анамыздан кім туылды? Тазадан таза туылады. Тарихта қала ма аты? Қалады. Сонда кімнің аты қалды? Мариям анамыз, оның анасының аты қалды. Ал біз қазір міндет етеміз. Бірақ балам, менің балам дейміз да. Жоқ. Бұл Алланың сізге берген бір аманатын шығардыңыз. Алла жолында бір Алланың құлын шығардыңыз сіз. Болды. И Алладан ғана күтіңіз. Менің балам, анау мынау деген сөзде күйіп кетеді соның барлығы. Ойлаңызшы, бала туу оңай емес қой. О, 9 ай бойы изжога, токсикозы, оны көтеріп жүр, дұрыс ұйықтай алмау, одан кейін тағы туылғаннан кейін тағы 2 жыл ұйықтай алмай жүресің. Бір айтумен соғып, бір күйдіріп жүресіз да сіз. Кім үшін жасағаныңыз анық болып қалады да. Сол үшін обесценивание болмас үшін, сізді бағаламас қалмас үшін, бірінші осы рия деген нәрседен аулақ болыңыз. Одан кейін 5-шісі, қызығушылықты дүниені құнсыздандыруға айырбастау. Ой, қазір деген, хотите в Дубай, хотите мынандай, кабриолет деп, дүниеге одан бетер махаббат аштырып жіберетін адамдар өте көп. Біз де қызығамыз. Өйткені осы дүниеге келгеннен кейін бізге де ұнайды, біз де көргіміз келеді, барғымыз келеді. Бірақ әркімнің шамасы жететін нәрсе бар, жетпейтін нәрсе бар, Ал бірақ соны көре берсеңіз, барыңызды бағаламай қаласыз үйдегі. Бермешеріңіз өте дәмді сіздің. Бірақ сіз стейкті көріп отырсыз да, осыған шүкір ете алмайсыз. Бірақ бір адамда сол бермешерге де ақша таппай жүр да. Сондықтан ол нәрсені көре беру не істейді? Дүниеге қатты қызығушылық болып кетеді. Ол адамдармен көп отырма дейді. Алла тағала бүкіл пайғамбарларына мына нәрсені уахи етті дейді. Дүниені жақсы көрме, ол момынның тұратын жері емес. Момын деген мұсылман. Дүниені қатты жақсы көрме, ол жерде тұрмайсың бәрібір. Момын адам жәннатта тұрады. Екіншісі, шайтанмен дос болма, ол момынның досы емес. Үшінші, момынға зиян берме, ол момынның ісі емес дейді. Яғни сен мұсылмансың ба, біреуге зиян берме, сенің ісің емес. Зиян беретін Алла, пайда беретін де Алла. Ал сен қолыңмен зиян берме. Бірақ қараңыздаршы, өмірде Алла тағалам барлығымызды негізі мейіріммен, махаббатмен жаратты ма? Мейіріммен, махаббатмен жаратты. Әлемді де мейіріммен, махаббатмен жаратты ма? Ал бірақ та сол кезде не деді періштелер? Аллахым, сен адамды қан төгетін, соғыс ашатын, бір-бірін ренжітетін
сондай адамдар жаратылсын ба деген кезде сендер білмейсіңдер, мен білемін деді ғой. Бірақ бізді қараңызшы, кішкентай бала дүниеге келген кезде сразу сізді жамандамайды ғой. Бала пәк болып келеді ғой. Бәріміз сөйтіп келдік өмірге. Тап-таза болып келдік. Бірақ қайдан жаман адамдар шығып жатыр? Жаман адамдардың үйретуімен шығып жатыр. Осы қылмысты ешкім үйретпейді сізге. Балаңызға боқтауды үйретпесеңіз де боқтайды ол. Неден үйренеді ол? Сырттан үйреніп келді. Былай айтқанда, жамандықты адамдар жасайды. Жамандықты адамдар жаратып алады қолдан. Құдай айтпайды бізге, мынандай істеңдер, мынандай жамандық істеңдер деп айтпайды. Сол үшін де осы дүниеде біз Алланы дос тұтуымыз керек. Мұсылман адамға зиян бермеуіміз керек. Зиян бізден кетіп жатыр емес. Дана ғалымдар былай деп айтады. Қияметте 3 қасірет бар. Осыны оқығанда менде біртүрлі чувство болды да. Бір кісі бар, оның салихалы құлы бар. Енді раб деп айтамыз ғой. Енді қазір жоқ қой ондай. Бірақ бұрын болған. Бір кісі бар, оның салихалы құлы бар. Қияметте анау иесі тозаққа кіреді, оның құлы жәннатқа кіреді дейді. Не деген қасірет дейді. Ойлаңызшы. Демек, сенің қасында тіпті жақсы адам болып, сен мүмкін оған зұлымдығыңды өткіздің ба, дұрыс емес нәрсені жасадың ба, сен тозаққа кіріп кеттің да. Ал сенің құлың, сенің былай айтқанда имуществоң ғой, ол неге кіріп кетті? Жәннатқа кіріп кетті. Екінші, бір кісі бар, ол мал дүниені жинайды дейді. Алла үшін бірақ бермейді дейді еш нәрсе. Сол адам қайтыс болады да, ол тозаққа кіріп кетеді дейді. Ал оның малы қалды ғой артында, үлкен байлығы қалды ғой. Ұрпақтары, қой, әкемізге нетейік, мынаны бір зекетін бермеді ғой, садақасын бермеді ғой деп ұрпағы алып қалған дүниені, ода білім бар ғой демек. Береді да, малын тазартады дейді. Бірақ өзіне сауап бармайды дейді. Неге? Атағың бар, байлығың бар болып тұрған кезінде Алла саған шанс беріп тұр. Жақсылық жасап ал деп. Мен осыны айтамын сіздерге. Алла бақ берсе ұзақ бермейді. Біз айтамыз ғой, байлық қанша дейсің бір күні кетеді. Бастықтықта қанша отырады дейсің кетеді деп айтамыз ба? Айтамыз. Бұл неғмет па, бірақ жақсы нәрсе ғой, иә? Қараңыз, Құдай сізге жақсылықты беріп тұрғанда пайдаланып қалыңыз. Жақсылық келді, жақсылыққа жіберуге пайдаланып қалыңыз. Себебі сіздің өміріңіздің бәрі итакта күнә, итакта жамандыққа тола, жамандық жасап үлгересіз әлі. Сол 5 жылдық сізде мүмкін бастықтық, 5 жылдық сізде байлық тұр, 5 жыл бойы беріп таста, ал басқа ғұмырында болмай қалуы мүмкін. Көп адамды көрдіңіз, кезінде қаншама мықты бай болып тұрды, қазір ешкім емес ол. Даже қасында жолдастары да ешкімде қалмайды. Қазір сіз өте общительный адам болсаңыз, ол да неғмет, сізді айналаңызға Алла тағала достардың барлығын қаратып қойған. Сіз демек лидерсіз. Не істейсіз? Соларға жақсылық үйретіңіз. Олар жақсылықты үйренсін. Өйткені ол да достар қасыңызда көп жүрмейді. Қазіргі коллегаларыңызға да сізді тыңдап тұрма, тек жақсылық деп, давайте мына зікірді айтып жүріңіз, мынаны бүйтіңіз, намаз деген жақсы нәрсе бар деп үгіттеп жүріңізші, иншалла. Ол да бір күні кетеді, сол кезде сол адамдарға үйреткен сол жақсылығыңыздан берген нәрсе сізді жәннатқа кіргізіп жіберуі мүмкін ғой. Ана бір хадис бар ғой. Бір адам жәннатқа кіреді екен да. Жәннатқа кіреді. Білесіздер, Алла тағала жәннатты тек рахат үшін жаратты. Даже бүйтіп, деп көңіліңіз түс қалмайды ол жерде. Отказ жоқ деген нәрсе жоқ. Сол кезде тозақтан бір адамды көреді екен. Пәленше деп айтады. Мені есіңде ма деп айтады екен. Сен кімсің? Мен саған арғы дүниеде қатты шөлдеген кезде су беріп едім ғой дейді да. Я, есімде. Аллаға айтшы мені шығарып алсын дейді. Сонда әлгі пенде айтады екен. Аллахым, арғы дүниеде мен қатты шөлдегенде маған су берген пендем тозақта қиналып жатыр, шығаршы деп айтады екен. Былай айтқанда, бір стакан су, ойлаңызшы, жәннат қалып бара ма сонда? Бұл деген сөз ол емес. Сен қиналғанда біреуге жәрдем бердің, жақсылық өткіздің сен. Міне, көрдіңіз ба? Тіпті сол бір адамға жақсылық үйретіп, ол адам сол жақсылығын қолданып ертең жәннатқа кіретін болса, ол обязательно сізді еске алады. Сіз біреуге намаз үйреткендерін адамдарыңыз, сол ғалиядан үйренген бұрын намазды.
ой жақсы кісі еді деп айтып отырады ғой, білесіздер ма? Ұмытпайды адам. Өйткені намаз деген жақсы нәрсе ол. Адам жақсылықты үйренгенде жүрегі тынышталады. Құдаймен байланысы мықты болады. И соны үйреткен адамға да разы болады ғой. Үшіншісі, жаман ғалым адамдарға білім үйретеді, бірақ өзі амал етпейді. Ол адам білімі оған көмектеспейді, тозаққа кіреді. Осы жаман нәрсе да. Біз біреуге бір уағыз айтатын кезде, немесе бір нәрсеге шақыратын кезде өзімізден сұрап алу керек та, сен істеп жүрсің бе деп, ол нәрсені ше. Өте қиын. Сол үшін дінді ұстанған адам шоқ ұстанғанмен бірдей дейді ғой. Сол үшін де білген нәрсеңді амалмен жасап таста. Бүгін мысалы білдіңіз, намаз оқудың артықшылығын білсеңіз, артық қылып оқыңыз. 5 уақыт намаздан да артық қылып оқыңыз. Бүгін сіз бір сүрені естісеңіз, соны оқып көрейінші менде. Не мағынаны білдіріп тұр? Ықылас ана жерде асыр сүресі ғой. Адамдардың барлығы қасіретке ұшырайды. Тек қана Аллаға иман келтіргендер, сабыр еткендер, бір-бірін ақиқатқа шақырғандар. Демек, мен қазір басымда сынақты. Мен сабыр етейін. И ақиқат сөзді айтайын. Аллахым, шүкір саған. Ақиқат сөз осы. Хадисте кім білімді төртеу үшін жинаса, тозаққа кіреді дейді. Біріншісі, ғалымдармен дос болу үшін. Ана нені бітіріп шығайын. Отырсам ана ұстаздармен бір дастарханда күшті болып, дос болып деп ойлаймыз да. Анандай тренингтерге барғанда, жаңағыдай шетелдің тренингтеріне барғанда фотоға түсіп, ой, ондайлар көп болды маған. Мен Марғұлан Сисенбаймен бірге фотоға түскен, мен деген күшті проект жасай аламын деп келдім. Ойбай, фотоға түссек, қайдан фотоға түссек? Сен білімді сонымен болдым деп дәлелдеу үшін оқып жатқан жоқсың ғой? Сен білімді өзіңнің көзім ашылсын деп оқып жатсың, Екіншісі, надандармен тартысу үшін. Мен білімдімін, сен білімсізсің деп дәлелдеу үшін. Бізде ол нәрсе көбірек кішкене қыздар. Психологияны оқып аламыз да. Оказывается, бұл нәрсе өзің пәксің. Аналардың барлығы мен детский травмамнан мына кісілер мені триггерить етеді екен. Мен травмамды қоздыратын осылар екен. Мен соны емдеуім керек деп. Яғни біздер бар ғой, еще кейде сөйлесіп қаласың ғой. Ой, андай болады, жаңадан оқып жүргендер. Алады саған проработка жасағысы келеді ғой. Білімді оқыдың өзің үшін ғой. Маған бүйтеді, ұстаз, осы еркектер нағып бүйтеді деп жазып жібереді. Андай бір проблемасын, күйеумен болған проблемасын жазады ғой. Бүйтеді, сөйтеді дейді. Мен айтамын, енді дұрыс емес қой, енді дінде бұндай болмау керек десем. Осыны рилс қылып шығаршы, мен күйеуіме жіберемін дейді. Ол білімді бар ғой, өзі білу үшін емес, ол өзін доказать ету үшін алайын деп тұр ғой. И соларға. И үйтіп айтады екен ғой. Гүлвира ұстаз айтқан естіп. Сонымен айтады екен, Гүлвира ұстаздың оңбаған анау әйелдердің бәрін естіп отыр деп ше. Алла, сол кітапты ашсаң, өзің көрсең, міне хадис айтып отыр екен десе, ол пайғамбарға сөз тигізбейтін еді. Үшіншісі, адамдарды өзіне қарату үшін. Ой, қазір анау TikTok, Instagram'да ашайын. Сорпаны қасықпен ішу керек дегенде шықты ғой. Адамдар бар ғой, даттау адамдай өздерін дәлелдеу үшін, көрсету үшін сөйтеді да, ол дұрыс емес нәрсе да. Қазір неше түрлі, енді ол нәрсе ұят қой, енді орамал кисе де, кішкене әдеп деген нәрсе болу керек. Еркектің мүшесін айтып отырады. Ол деген нәрсе енді сәл дұрыс емес деу. Біздің қоғамымызға ұят нәрсе. Оған жағылып жатқан кір бәрімізге жағылып жатыр да. Бірақ қоғамда орамал тақпайтын адамға кір жағылса, бәріне жағылмайды. Біз өйткені не? Біз бәріміз өйткені бауырымыз. Бәріміз бір-бірімізге айнамыз. Біз бәріміз бір құрылыспыз. Ортамызда бір кірпіш солай түсіп қалды. Кетігіміз көрініп жатыр. Сондай бауырларымызға жанымыз ашып, жақсы насихат айтуымыз керек. Жазбауымыз керек. Сестра, побойтесь Аллаха деп емес. Үстіп бастайды ғой. Жоқ, жаз. Ханым, сізбен танысқым келеді. Сізбен сөйлескім келеді. Дейді ол. Сөйлесіп отырған кезде, оның көркем мінезіне бірден бетіне бұл шектізбейсіз, дос боласыз, сөйтіп
үлгі болыңызшы сіз. Біздікілер не дейді? Астағфираллах, побойтесь Аллаха, сестра, вы что делаете? Bir нәрсе деп. О Алла. Біздер деген анандай өзімізді өте тақуа, Құдайдан қорқатын, сізден басқа әулие адам жоқ. Біздер сөйтіп анандай бүйтіп тырнаған жақсы көреміз да, и адамдардың көбісі не істейді? Мен орамал тағып жүргенше тақпай ақ істей берейінші осыны дейді да. Өйткені оған дүние қатты қызық болып тұр. Біз жанымыз ашымайды. Егер ауырып жатсаң бүйтіп айтпайсың ғой. Немене соншама әлсізсің, ауыра беретін деп айтпаймыз ғой. Не болып қалды деп айтамыз. Тура осындай. Ол да бір ауру дерт болып тұр. Не болып қалды деп. Кішірейіп келші, тәкаппар болмай. Әрине сен төбесінен бүйтіп қарап тұрсаң, сен ешқашан оның жүрегіне кіре алмайсың. Адам ауырып жатқанда сыбырлап, мысалы бір ауырып жатқан адамға келсеңіз, жәймен келіп, қалайсыз деп келеміз ғой. Тура солай келу керекпіз біз мұсылман бауырымызға. Ол өсек айтып жатса, тура сондай ақ барасыз. Жәймен, қалайсыз? Сол кезде ол ашылады. Адамдар өзінің басындағы болу үшін жасап жатыр ол. Вниманияны қалап тұр ол. Маған адамдар қараса екен деп тұр ол. Айтпесем ол жетіскеннен айтып тұр ма? Оның да туысқаны бар шығар. Ұялатын ұяты бар шығар оның да. Шынайы тақуалық періштедей пәк болу емес. Күн сайын өзімен күресе отырып, Аллаға қарай жүру. Мінсіз кітабы осы жолда саған жарық болар сөзсіз. Біз үнемі идеалды болуға тырысамыз. Мінсіз жар, мінсіз ана, мінсіз мұсылман болуға. Бірақ Алла бізге мінсіз бол демеді. Ол бізге тақуалыққа ұмтыл деді. Мінсіз осы жолда өзіңді жоғалтпай, шын мәнінде кім екеніңді табу үшін жазылған кітап. Жаныңды емдеп, жүрегіңе тыныштық тапқың келсе, мінсіз кітабы саған тура жол көрсетеді. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өт. Төртіншісі, мал, құрмет, атақ, абырой үшін оқиды. Ондайлар бар, жаңағыдай білімді болып, жаңағыдай диплом алып, вау деп андай күшті болып, лидер болсам екен. Бірақ та ондай емес. Білім Құдай үшін оқылады. Ал мына нәрселерді Құдай береді. Бірақ ниетіңізді түзеп отырыңыз. Құдай үшін. Білімді болдың ба, сен жерде қалмайсың. Қай қари жерде қалды айтыңызшы. Қари адамдардың біреусі жерде қалды ма, барлығымыз құрметтейміз, иә? Қари келді десе, дереу орамалымызды тағып, өзімізде чувствовение қойып кетіп, қосып кетеді, ана Құран оқымай жүргеннен кейін. Қареке дұға етсе маған деп, үйіңіздегі тәтті тамағыңызды бересіз, төріңізге шығарасыз, құрметтейсіз. Сол сияқты білім ала берші Құдай үшін, беретін аның барлығы, халықтың да махаббатын беретін, мал да, дүние де барлығын береді. Просто сен Құдай үшін білім ізде. Абу Суфиян айтады, алғашқы білім жым тұру дейді. Қазір бәріміз үндемей тұрсыздар ғой. Бұл алғашқы білім дейді. Анандай қызық факт болып қалса дейді, үндемей қалып қаласың дейді. Тыңдап күшті болып қаласың ғой. Екіншісі тыңдау дейді. Үшіншісі жаттау. Уже жаттап атасың. Төртіншісі ол амал ету дейді. Естідің, тыңдадың, жаттадың, енді амал етесің. Бесіншісі тарату. Білдіңіз, амал еттіңіз, таратыңыз. Абу Дарда айтады, ғалым бол, яғни білімді бол, немесе білім беруші бол, немесе тыңдаушы бол. Төртіншісі болма, құрисың. Бізде үш-ақ вариант. Или сен ғалым болып адамдарға уағыз, сондай білмеймін, жаңа біліміңмен бөлісесің. Или сен білім алушы боласың, иә? Білім беруші боласың. Одан кейін тыңдаушы боласың. Ғалымдар үш топта болады. Біріншісі, ол Алланы таниды, Алланың бұйрықтарын таниды. Екінші топ, Алланы таниды, бұйрықтарын танымайды дейді бірақ. Үшінші топ, не Алланы да танымайды, не бұйрықтарын да танымайды. Не бір атеист қауымдар бар ғой, Құдай танымайды. Бірақ біреулер бар, профессор. Алла дейді, бірақ намаз оқымай кеткен. Яғни бұйрықтарын орындамады да. Біреулер бар, Құдайды да таниды, оның бұйрықтарын да таниды.
Сондықтан Құдайға шүкір, Алла тағалам бізді тағдырымызда мұсылманның жатырынан шығарды бізді. Аллаға шүкір, бізге дінді ойбай деп насихаттап, исламға келтір деп туысқаның сенің басқа дін өкілі болып жатқан жоқ. Аллаға шүкір, сен мұсылман болып осы дүниеге келдің. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, мұсылман болып кетесің. Сіздерден мынандай сұрақ туындауы мүмкін да. Ұстаз, мен байқаймын, маған сұрақ қойылады, ұстаз дейді, осы неге шетелдің ғалымдарын тыңдасаң, әйелдердің құқығын қорғап береді, ақиқатты айтады дейді. Біздің қазақтар өйтіп айтпайды. Білесіз ба? Ғылым ол Құранда, ол сүннетте. Бірақ жеткізуші адам бар. Одан кейін мына нәрсе. Мен діни ортада жүрмін. Менің жұмысым діни орта. Мен шетелде де оқып келдім, көрдім, тұрдым. Сол кезде, қыздар, олар кішкентай кезінен намазхан адамдардың ортасынан шыққан. Намаз оқиды, сондай. Құран жаттайды, анасы, атасы, әжесі бәрі қари адамдар да олар. Құран жаттап тастаған. Оларға дін оңай сияқты. Мысалы, сен бір туысқаныңа барып қалсаң, арақ қойса, тыпырлап шығарың білмей отырып қаласың ғой. Олар, астағфиралла, харам, ты что делаешь дейді ғой, мысалы. Не істеватсың дейді да. Неге? Оның өмірінде ондай харам болмаған, ол көрмеген. И сондай адамдар сізге уағыз айтады. Оқы намазыңды, тартанағы орамалыңды, барма, араласпа дейді да. Сіз не істейсіз? Сол шетелдің ғалымын тыңдайсыз ғой. Ол мемлекеті ислам да, былай айтқанда. Проблема жоқ, бізде ондай емес қой бізде. Бізде барсаң, әлі де супермаркетте халал іздеп жүрміз біз. Біз намаз оқитын жер іздеп жүрміз. Оларда ондай проблема жоқ. Олар дінмен сыналып жатқан жоқ. Біз сыналып жатырмыз. Егер сіз оны тыңдайтын болсаңыз, көтере алмайтын жүкті бойыңызға аласыз. Өйткені оларға істе деп айту оңай. Бірақ сіз оны жүктеп алған кезде істеу қиын болады. Сосын не істейсіз? Алып аласыз. Сіз ондай мемлекетте тұрмайсыз. Шығасыз, супермаркетке кіресіз. Раздражать етеді, ана халал жоқ нәрсе. Музыка қойсақ, ол раздражать етеді. Туысқандарың ол раздражать. Сосын не істейсіз? Негативщик болып бәріне жынданасыз да. Сол үшін әдет ғұрпыңды білетін, сен сияқты Алпамыс батырды оқып өскен, қазағың айтып жатса, соған көнсейші. Соны тыңдасайшы. Жалпы білім іздену әрбір мұсылманға, әйелге де еркекке де парыз деді ғой. Бірақ ол нәрсені біз басымызға жағандай, надандығымыз таяқ тиген кез ғана істейміз да. Сосын сіздерді мен шақырамын, білімді болыңыздар, шүкір. Қазір бұрын андай заманда, мешіттер аз болған заманда, даже имам жоқ еді ғой, намаз оқитын. Қазір имам бар, наиб имам, бір 5-6 адам жүреді ғой. Еще әйел ұстаздар бар. Білім ізденіңіздер, барыңыздар. Сол үшін Алла дәрежеңді көтерсін десеңіз, жәннатқа кіргім келеді десеңіз, өзіме жанашиды, мен өзімді құрметтеймін десеңіз, самоуважение деген нәрсеңіз бар болса, хотя бы аптасына 2 рет өзіңізге не қойып қойыңыз. Мен барып білім алайын. Қалғанда дүниеде жүрейін енді. Өйткені мен бала шағам бар, нем бар деген сияқты. Сол үшін өзіңізді білім жолына байлап қойыңыз.